Орыс сыныптарында оқитын балалардың қазақ тілін жақсы меңгеріп кету үшін біз ылғи да ойын ойнаймыз Көзес арқылы. Көзес платформасының негізінде мен WhatsApp-қа оларға Ыбырай Алтынсарин туралы әңгіме жібердім. Бақша ағаштары деп аталады. Мұқият тыңдаймыз. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Мынау ағаш неліктен тіп-тік? Ана біреу неге қисық біткен? Деп сұрады баласы. Оның себебі, балам, анау ағашты қисық бұтақтары болса, кесіп бағу-қағумен өсірген. Мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалыбымен өскен дейді атасы. Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой, деді баласы. Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ шырағым, мұнан сен де өзіңе өсиет алсаң болғаны. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орныңа келтірсең, жақсы түзу кісі болып өсесің. Бағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің дейді. Қазір ойнайық деп едім, жарайды дейді. Қазір біз бұны жабайық. Ал кеттік, құрметті әріптестер. Бұл Көзес ойыны мәтінді оқыдық. Енді мәтін бойынша сұрақ. Қазір мәтін бойынша сұрақ құрастырамыз. Мына жерде большой выбор дегенді таңдаймыз. Ал кеттік. Бірінші сұрақ қалай болуы мүмкін? Бірінші сұрақ. Мынаны қалай қойсам екен ыңғайлы болу үшін? Так, қазір ыңғайлы болу үшін Абай жолын бір томы мектепте оқып жатырмын, бір томы міне. Былай қояйық. Қазір былай. Көрініп тұрсын сақтардың барлығы. Міне былай тұрсын. Енді терейік жайлап. Қисық ағаш қой біздің тақырып, Так, мәтіндегі негізгі ой қандай деп жазайық, Мәтіндегі негізгі ой қандай? Ой, орысша болып кетті бәрі. Қазақша, Мәтіндегі негізгі ой қандай? Кеттік, енді жауаптарын жазайық. Тәрбие тал бесіктен. Екінші, бақша ағаштары туралы. Мұнда ақылды бала. Өздеріңіз іштеріңізден біліп тұрсыздар, қайсы дұрыс екенін. Мұнда қисық ағаш дей салайық. Қисық ағаш болды, Сол сияқты барлық сұрақты құрамыз, 5 сұрақ құрамыз да балаларға жібереміз. Құрметті әріптестер, біз мынандай сұрақ қойдық. Қисық сөзінің антонимін тап дедік балаларға. Және де бұл жерде ұзын, қысқа, түзу, жалпақ дедік. Әрине, бұл түзу болады, Қисық сөзінің антонимі. Оны сақтауға басамыз. Сақталды. Енді не істейміз? Енді тағы да бір сұрақ. Жазамыз енді. Әңгімеде неше кейіпкер бар деп жазайық. Бұл жерде оқушы кейіпкер деген сөздің мағынасын білу керек. Біздің сұрағымыз келесі: әңгімеде неше кейіпкер бар? Әрине, ол атасы мен немересі, баласы. Дұрыс жауабын белгіледік. Келесі сұрақ, 3 сұрағымыз дайын. Келесі сұраққа біз қандай сұрақ қойсақ болады? Тәрбие. Тәрбиеге байланысты мақал, мәтелді тап дейік. Суретті қояйық. Ставить. Ол енді тезірек. Продолжить. Міне. Оценка дейді. Первый дей салайық.
делиться басамыз. Поделиться, пригласить басамыз. Так, жоқ, бізге бұл керек емес. Копировать етейік. Енді WhatsApp-қа кіреміз. Ставить. Кетті. Амирхан алды да келе жатыр.